Berdiңер деп намысты бекем айтты халқына, байдың ұлы бақайда бақылдады гүлөнүп, қатындан қачқан не жорық Тулыбай қал деп сүйлөнүп, қанша айтсаң да ұқпады, қамалды ұрықты шықпадың, ешкім шықпай қойған соң қазақ менен қалмағың, байгени алып бажақтап кете тұрған болған соң көк жалын манастарданды, тубай қалсын барыңды сайыштырып қатынға кетірдіңер арымды, сырттан манас аттанды, айман боз минип бол қойып сырнайза қолды қойып, жанчымақ болды төрінде қыз сайқалғаты көгөрді, Алтайдан келген біздерді атышпай етпей жатақтап, куяс менен теккесті ақыретке қаратқан, өлтіріп манасқаныңды тінче тайын жаныңдың ай. Қармашқан бойдың қыз жегіт жанашалап жарышып, тайчабым жерге барышып, қалмақтан сайқал балбаны қабылан манас баланың оңдалыдан алғаның, одара тартып алуған оң тойлотып қалғаның, ошоңғуча болбодың ақ балтанып чуағың, сайқал менен саратты башына қағып өткені, сайқалдың сары бурылып жалт етіп үркіп кеткенің, нерден оғын төрінің енінен өді жөлөдің ай. Айдар қанбаққа екөліп, сайқалдың сайған найзасын жылдырып суырып алғаны, суырылған жерден аңқан кетті, кенемей тұрған ерманас ичи күйіп қалғаны, ор жемил деген дарысын жұтып алып барысын майданға жетіп барғаны, аны көрген ерманасы бұнда уран чақырып, қыз сайқал қайтып қалғаның ай. Ақ балтанның чуағы қырғыл чалдан кеп бұғып, бұзық ұлы еп бұғып, Алманбет сырғақ артынан, шалғыншының дартынан, еме жолға салуға, Бейжіңге кеткен жаннағы, Алманбеттің артынан, еме қуып баруға, алдындағы көк ала санға бір салып, деме жолға салыптыр. Умна ошоңдо береке, пол менен озун чайкаган, кайран бакай абабыз, ордодо жаткан чубактын, чуу көтөргөн чунактын, мына ошондо кеп айтат, айласын кандай табыз деп, мен ошондо кандай кылам деп.